1 сағат уақытты 60 мың теңгеге бағалап тұрмыз. Келісе бересіз ғой. Жатырымда өмір керемет деп отырсам Жозефина дейді. Сол фотоға тек чечи. Спасибо дедім. Пожестче не хочу. А что, екіде бір жоқ па не? Если это Роналдо, то потом үйленгендерді танымайын дейсің. Лаксын танып отырсың ба? Шарым, Амрвелі Шария. Менің есімім Нұржан Төлендиев. Сәлем, құрметті достар, YouTube желісінде плюс бір қазақша контент. Олай болса, бүгінгі кешімізді бастайық. Енді ең алдымен өзімізді таныстырмас бұрын, бізде бүгін жұлдызды қонақ бар, сонымен таныс болайық. Құрметті достар, таныс болыңыздар. Елімізге танымал блогер, просто қарапайым адам, күшті жан, позитив, настроение, любой нәрсеге спокойно қарай салады. Жозефина келіп отыр. Қош келдің, қарындасымыз. Ойбай, қош келдіңіз. Күшті болып кеткенсіз. До концадан кейін вообще күшті болып кеткенсіз. Мына кісіні танып отырсың ба? Танымайтын шығарсыз, Жозефина, конкретно айтыңызшы. Мен Шарым, Амрвелі Шария. Шанша? Айттым ғой саған, театрға кету керек. Негізі, көбісі шатастырады. Мен есімім Нұржан Төлендиев. Жоқ, құттыбай, мен шын айтайын. Официально таныс қояйық. Жозефина, мен сізді былай әлеуметтік желілерде көремін. Ал бүгін официально сізді таныс отырмын. Таныс болыңыз. Құттыбай Сағындық, жайдарманшы, үздік ойыншы, чемпион. Мен танытпысың ғой? Кім мен? Мұрат деші. Мен есім Салама Жылқыбай, көрермендер бәріміз жақын таныс болып отырайық. Енді қош келіп отырсың, бұл жерде не әңгіме айтамыз? Енді өзің бастап жатқаннан түсіндіріп кетейік. Біз қазір интуиция жайлы әңгіме айтамыз. Яғни ішкі түйсін. Бар ма сенде ішкі түйсін, интуиция? Жақсы жұмыс істейді. Жақсы жұмыс істей ма? Прям четко жұмыс істей ма? Енді білесің мысалы контент салған кезде ішкі түйсің айта ма? Мынау атады, мынау атпайды деген сияқты. Да, енді ол опытпен беріледі, сен уже рынокты зерттей бастайсың. Сол кезінде көрініп тұрады өзіңнің цифраларың, сол аналитиканы алып жұмыс істейсің ғой. Қандай ситуациялар болады интуициямен сенде бір связаны? Андай болған шығар, самолет рейстар шығар. Иногда болады асығып, атына беріп тастаймын ғой. Сол рейспен бір нәрсе болып қалған моменттер болды. Сондай болды ма кәдімгі? Да, одан кейін мен кеткеннен кейін естер 2021 жылы Стамбулда қатты өрт болды ғой, Анталия, Алания жақтарда. Мен сол кезде қыдырып жүрген ғой, мен сол өртті көрдім, ойладым, өшітсай шыға деп кішкентай болып жатқан. Мен ұшып кеткеннен кейін қатты пожар басталды. Сен кәм? Атын шықпаса жер өте деген саған арналған десе. Жоқ, просто айтып ғой да. Өртеп жатыр. Аланинді өртеп келген десең. Сондай ситуациялар көп болған. Уақыт болып келгенге көп-көп рахмет. Енді әр уақыт бағалану керек, дұрыс па? Время деньги дейді орыста. Сондықтан сенің уақытыңды біз бағаладық. Енді қалай? Қаншаға? Қаншаға жатсыңдар? Енді арзан енді. Контентіңді төлей алмаймыз. Бірінші таныс отқаннан кейін алда уақытта бірге көтеріліп кетеміз. Бізде бір жерге барғанда өртеп жүрерміз. Сол үшін мынау алпсағымыз бар енді. 1 сағаттық уақытты ғой енді съемканың уақыты. 1 сағат па точно? 1 сағат уақытты 60 мың теңгеге бағалап тұрмыз. Блин, ақма нешін келдік? Әр минуты 1 мың теңге. Әр минуты мың теңге. Нормально ғой? Негізі, вообще негізі. Мақыл. Келісе бересіз ғой? 60 мың теңге жетсіз Келетқан жоқ. 60 мың теңге береміз. Бірақ шарттар бар. Қазір ойын ойнаймыз. Ұтылған сайын ақша азаяды. Ұтқан сайын ақша тұра береді. Bir қалып. Все, келістік қой. Все түсінікті ғой. Интуиция тексереміз, ойнаймыз. Развлекательный, әңгіме айтамыз, соғамыз, ақша алып кетесің. Интуицияң жақсы болса. Интуицияң нашар болса, онда в общем, таксимен мінгізіп жібереміз, бұйырса. Индирайып шақырып береміз, бұйырса. Кеттік па? Давай, бастайық. Бастайық. Мен өзім айттым ғой, мен негізі богатыйларды жақсы танимын, интуициям ойнап тұрады дегенде. Қазір мынандай ойын ойнаймыз. Қазір ана планшетте сіздің алдыңызда суреттер тұр. Кілең жігіттер байқасаңыз. Осының ішінде интуиция арқылы 22 жасында миллиардер болған жігіт тауып алу керек. Ал самый молодой миллиардер осының ішінде тұр. Тауып алмасаң, қазір жазалаймыз. Қинаймыз.
тапсаң сол немене бәрібір де сияқты. енді миллиардер ғой енді. сен жақсы көресің ғой деп Сен осыны табу керексің. сен уже Осыны саған дайындадым. Ей жоқ, бүйтіп өмірде көрсем 5 сұрақ қойсам мен біліп алам. Кедей емес екен. суреттен ана алмайсың, иә? Сурет давайте посмотрим. Каждый сағат әртүрлі өзінікі да? Журналға шыққан ше кәдімгі. Содан алдыңдар. Сағаты өзінікі. Информация достоверный. Сіз кәдімгі қолын тексеріп, сақинасын бәрін тексеріп қосатсың. Қашан таққан, қашан тапқан. Ну да, Он сағат. должен быть женат. Хотя бы мынау деп не қылсаңыз болады. Примерно мынау деп. Охота бірінші рядты посмотреть. Жүзефин, асықпа, екі шанс береміз. Ештеңе. Бірінші айтып көрейік, талқылайық, қара. Мысалы, кім болуы мүмкін ішінде миллиардер алғашқы? Мен білмеймін, мен бірден көзім мына екеуіне түсіп отыр. Мына екеуіне. Если проиграешь, всего лишь 10 мың тебе тұрып. Спасибо. Айтыңдаршы, подсказка, что-то такое есть? Подсказка, еркек. Косметология бар. Мужчина. Косметология бар. Платочек бар ма жоқ па? Платочегін білмеймін мен. Жоқ, сен былай ғой, ана сіз кәдімгі сол кісілердің альбомын қарап отқандай қарап жатсыз. Просто қайсысы примерно жобалап. Осы жерде Жозефина қаншалықты бай жігіттерді танитын, білетін болады. Дәлінде жүрсеңіз, иә. Бай жігітті тану бір бөлек, бай жігітті ұстау бір бөлек. Давайте бірінші тауып көрейік. Егер тапсаңыз, ұстап көретін мүмкіндік бар. Шақырып алсақ. 10 мың теңге береміз, келеді өзі. Кәдімгі жақта жайлап бас шықса. Так, ну давайте осы оң жақты болайық мынаның машиналар ұнап тұр маған қатты уайымшыл сияқты. Машиналар ұнап тұр. Иә, андай бүйтіп. Байский машина ма? Андай, как будто такой статный мужчина такой, знаешь? Не знаю. Типа бар жағдайым шүкір деп тұр ма? Ешкімге көзім қарамасын деп тұр ма? Астыңғы рядтан үшінші. Ортасында тұр ғой? Либо жанында тұрған мынау. Жас дедіңдер ғой, ясың. Бірақ оны сенде қартайтып жіберуің ғой. Ол да өседі ғой енді адам ғой. Да. Вот это вот үшеуінің көзі бірдей болып тұр. Что-то вот это вот вообще богатством не воняет. Не воняет? Вот это как будто актер, знаешь? Жозефина, богатый өмірге қалай келдің, соны айтшы. Қалай келдің? Жұмыс. Бәрін қойып алдым ба, богатый смех бәрін. Тяжело сен сонда обществода уже жүргеннен кейін сен. Удиви, богатый смехті көрсетші. Күлдіртсей? Күлдіртсей деп, қыдықтаймын да. Ай, мынау дейтін кеше қойымыз. И, короче, мақыл, мынаған бердім. Сол жақтан санағанда екінші. Нақты ма? Осы жігіт деп ойлайсың ба? Миллиардер. Да, что там проиграть там? Ладно, сені жарайды. Иә, 10 мың теңге бар кетсің. Өзің не істеп тұрсың ғой. Давайте енді қалғандан ұнап тұрған жоқ болады просто маған түрлері. Ладно. Сіз кәдімгі жүретіндей қылып іздеп жатсыз ба не? Миллиардер ғой. Богатый смех болды. Мынау миллиардерский смех болды. Машинадан байқадың ғой да примерно. Жақсы. Мысалы, вкусың ұнап тұр маған. Мысалы, иә, өте жақсы статный жігіт екен. Қанша жас бересіз анаған примерно? Қазіргі түріне ма? Таңдап тұрсыз ғой, ең жасы деген. Ну, примерно. Қай жылдары болды? Енді подсказка берейін, бұл жігіт 22 жасында атанған ғой, жас миллиардер. Ну, время проходит же, как-никак. Ну, это когда было, ты не знаешь? Ну, точно не могу подсказать. Ну, қазір примерно 30-35-тің шамасында шығар. Бірінде 40-қа әлі таяған жоқ қой. Енді көтерілген. Нақсы нешеде деп ойлайсың шамамен айтшы. 33-32? Жассың ғой сен. Ачы кәрісің ба? Мен негізі сол жаңа ағам ғой мен. Ана кісі дегенсің. Негізі жап-жас болып көрінеміз негізі біз. Жоқ, жақсы сақталғансыз. Рахмет. Осы. Болды, утверждено, тоқтадық. Все. Жобадасың десе. Сен ренжімеді, мынау мына жаққа кетіп қалсын онда да. 10 мың теңгенен Күйдің айырып қалды. Ойбай, кім еді? Ол емес. Екінші мүмкіндік бар ғой, енді бұл жерде бір қателескеннен кейін ойнаймыз дедік қой. Енді бір история айтып беру керексің. Өзің ұялатын бір история. Иә, бір алдыңнан шығып қала беретін жандай. Қалай барсаң да ыңғайсыз күйде қалып шынайы кәдімгі. Мен осы поступ үшін ұялатыным бар дейтін бар ма осындай? Тыңдайық. Қатты ұялған кезім ба? Мен, короче, докторантурада оқып жатырмын ғой қазір. Содан LA-ға ұшып кетемін. Заодно депрессия болып жүрмін менде. И екінші квартальный отчеттардың бәрін бердім да, содан басталды бізде сабақ профессорлармен. И LA-дамын. Ешкім танымайды, рахат. Андай шлепка,
бір ескі бір шорты, бір нәрсе футболка, кір ана мына жерінде кетчуп, мына жерінде бір бәрібір рюкзагымды алдым да, боянған соң бетіме очкиімді кие салдым да, пивамды алдым да. Сабаққа басталуға лессонста 30 минут бар. Сабаққа пивмен кетіп жатыр, ойлашы, қандай күшті. Қандай сабақ? Не деген докторантура? Пивіңді әкеміз ұрсатын сияқты. Тұрып ұрышқа барды. Неге пив алып келмедің? Келесіде текила алып бересің. Сосын отырымда имеде брейк тайм. Бізде пляжда Санта-Моника жақтарға жақында кішкене. Содан сол жақтарда шықтым да жаяу отырымда. Енді бүкіл жаман заттар бар ғой, енді жаңағындай пиво деген заттар, темекі деген заттарды пляждың шетінде отырып бүйтіп жерде жатырмын ғой, кішкентай рюкзагымды қойып қойғанмын. Мына жерде кетчуп бар. Футболка. Я еще бүйтіп жатырмын да, өмір керемет. Айқайладың ба? Я андай жан жағымда неше түрлі адамдар, там американцы и так далее. Никто андай Жозефина деген ешкім жоқ. Мен Сузи болып жүрмін. Содан отырмын андай өлең қосып қойған бүйтіп деп отырсам Жозефина дейді. Мынау кім? Ойлады бүйтіп қараймын ғой. Ата анасы, әжесі, атасы, бір бала тұр ғой. Дедім тұрып, ойбай саламатсыздар ма? Сол фотоға түсейік дейді. Спасибо дедім. Содан тұрып фотоға түскенмін, сол жерде ұялып қалдым ана кісіден, әжеден. Кішкене ұяттау болып қалды. Мен футболкаңнен шығар ұялған. Мына жерде кетчуп болды ғой. Да, может. Сондай болды. Пожестче не хочу говорить. Қазір ауызды тиятын болдық қой. Ну, действительно, андай ситуацию ешкім білмейді деп ойлайсың ғой, мысалы ойлашы. И вдруг ойлашы. Айдалада, басқа жақта. Вообще шетелде докторантура оқып отқан адам кофе брейктен шығып тұр, как болады, барды да кәдімгі паль ұсталып қалды ғой. Жаман шортымен футболка. Қалғанын ойлап тұрған жоқ ол. Вообще болады ондай ситуация, оған былай қарай салуға болады, негізі жеңіл күшті. Зато есть что вспомнить. Да. Докторантурада оқып жатқаныңыз есть что вспомнить. Мынау мен үшін керемет историялардың бірі болды. Екінші шанс тауып көрші, дальше көрейік. Екіншісін енді көріңіз. маған сендер не беріңдер, сендер Енді әңгіме айттым, подсказка беріңдер. Подсказка береміз. Подсказка береміз. Келесін өткізейік. Жоқ. Осының ішінде подсказка берейік саған ше. Ол 22 жасында болды, миллиардер. Әкімге ұқсамайды ол. Мына ішінде байқайсың ба, клиент сондай госорганда жұмыс жасайтын адамдардың бейнесі сияқты болып тұр ғой, байқайсың ба? Все галстук, енді бәрін бірдей форма. Сонда госслужащидің бәрі галстук. Ну, в основном солай не істейді ғой, представлять етеді ғой. О, вообще ондай емес мынау. Он ішінде вообще выделяется. Қараш, анда бір адамның бейнесі бір-екі жерде жүр, байқадың ба? Да. Глаза какие-то одинаковые. Что такое? Это не они. Не дейді? Не. Сондай ұқсайтын адамдар. Сіз негізі бағана бір қолыңызбен өтіп кеттіңіз, үстін сипалап ше оның. Бәрі сипалап. Ойбай. Йоқ, кетті. Кино қарап. Мә, проекті бітті ғой. Так. Я сосын. Бір жаныңнан өтіп кеттіңіз бірақ. Негізі мана бір өттің, бүйтіп қарадың. Үсті жақтарда ма? Жоқ. Саған қалай жағын айттың? Үстінен астыға түссең де болады. Он соңғы және нақты жауабың ба? Атырау облысы тауып тұрғанымыз. Атыраудың бастығы ма? Иә. Ты красивый такой. Симпаси деген білесіз ба компания? Синойл компания бар ғой? Синойл, анау бензин ба? Жоқ, Синойл деген тағы да. Жай ба? Бүкіл продакшн ба? Иә. Корпорация. Соның несі? Бастығы? Соған жұмысқа тұрмай қалған ба? Жоқ, бұл емес. Бұл емес? Жарайды онда, қойшы достас. Мақұл. Бірақ көргің келе ма? 22 жаста алғашқы миллиардер болған адам. Иә. Астың қатарда. Сіз оны сипалап кеттіңіз деп отқанмын сол еді. Ең бергі шетінде тұр. Шет жағында тұр. Но ма? Аха. Осы красавчик. Не ма? Киборг спорт па? Не знаю. Жоқ, киборг спорт емес. Акция. Енді қараш, сен интуицияңда көрдің ба? Сен мына жаңа келдің да. Он какой-то никакой дедің, көрдің ба? Негізі чот таптыңыз бірақ. Он оказался миллиардер. Сезім мүшеңіз барды ана жерге, бірақ барып тұр. Қолыңыз сезіммен не келіспей қалды. Маған мұндай ұлдар ұнамайды. Маған андай жүзі жылу ұлдар ұнайды. Міне мынандай.
мындай милый добрый қол Ол ашық. суретті айта береді сурет. Мысалы просто сұрақ, мысалы жүзейік. Саған қандай жігіттер нравится? С деньгами или с сердцем? Жүрек пе? А что, екіде бір жоқ па не? Почему неге всегда бедность? Спасибо, кедей болғанмен. Ну, вообще, мысалы, сердце, жүрек па әлде? Жүрегі бар адамның ақшасы бар деп ойлаймын мен. Біздікілерде жоқ ондай. Онда ол бай емес, онда жүрек жоқ. Онда жүрек жоқ. Либо подписчик көп адам ба, әлде вообще соцсетте жоқ адам ба? Мысалы, өзің выборың вообще. Былай. Ну, это Роналдо, если смотря. Если это Роналдо, то подумаем. А если там просто, я не знаю, это типа как Инстаграм есть или нет, деген вопрос болса, он не пользуется. Окей, why not? Не обязательно. Не обязательно. Еркек жұмыста болсын Знаменитый. Да, лучше работать, деньги зарабатывать. Да, мои туды-судыйма тауып беріп отырса болды дейсің. Что? Ну да. Расходың көп па? Өзіңде былай. Жаңа бір Қанша өзіңе расход кетеді негізі былай? Қалай ойлайсыздар? Айына есептейміз әлде күніне есептейміз? Как ты Конечно. тратишься? Вот, например, с утра на салоны, каждый деньги, каждый выходқа. Или өзің... жоқ, или әр күнге әртүрлі дайындаласыз ба? Да, по настроению. По настроению. Да, если сегодня съемка, вот запись там в салон и так далее. А күндіз былай жұмыстарым жүрмей боянбай. Жаңағы кетчуп футбол киіп жүреді. Кетчуп футбол, пиво темекі. Как положено дейсің. Болды, әдемі. Көп рахмет. Бірінші турдан әдемі өттік. Күшті. Прикольно было. Екінші тур. Мына ішінде, Қош осы әйелдер той ішінде. танымайсың ба не? Конкрет танымаған дұрыс негізі. Я танымаймын. Үйленгендерді танымаймын дейсің. Бәле қылатпасын. Осылай құтылайыншы сендерден. Осылай құтылайыншы. Иә, танымаған дұрыс негізі. Сау басыма сақина тіліп қайтайын. Мына жерде қай әйелдің кредиті бар? Осы жерде соны тауып жүрсеңіз. Точно ма? Жоқ, просто көп балалы 7 баланың анасы бар ол сол ішінде. Қайсысы деп ойлайсыз? Көп балалы ана. Примерно. Ну, охота вот эту женщину, конечно, выбрать. Өйткені мына әйелдің кішкене әжімдері говорит о себе. 7 балаға ұқсай ма? 7 балаға ұқсап тұр. Бала туу, бала асырау деген зат өте үлкен жауапкершілік қажет етеді. Сондықтан да Дұрыс айтасың. Бала туу, бала өсіру, оған тәрбие беру, инвестиция жасау. Ол ең үлкен жұмыс. кейбір еркектер андай бірінші сезонда құлап қалады ғой. Баланы жеткізіп мындай снеп болғаннан кейін. Ұшып кете ма риск? Иә, әке деген орындар, роль дегенді ұмытып кетеді ғой олар. Сол Сосын әйелдің ауыртпашылығы болады оның барлығы. Сондықтан еркектер таңдау керек. Болды, мына кісіге қоя салайыншы. Мына кісіге. Тоқталдың ба? Да. Все. Ұзақ жүрмей. Татьяна, Светлана деген кісіні таңдап отырсыз. Бұл кісінің 3 баласы бар. Ой, тоба. Сізге тағы да мүмкіндік беріп тұрмын сізге. Ойланып алуға. Первый шанс, ладно, жіберіп қойдық деші, екіншісін көрейікші. Хотя бы андай күшті андай подсказка беріңдерші маған. Ақшаң ұшып баратқан сияқты. Жоқ! Мотивация болсын. Плиз! Бір шанс кетті, давай екінші шансына көрейік. Мынау ше сізге негізі көмектесіңдерші не? Жоқ, мен айтып тұрмын ғой, мысалы, дұрыс айтып тұрсың, негізі менің ойымша мамаларда, көп балалы мамаларда уақыт болмайды өздеріне. қарайтын. Сондықтан иә, бір жағынан дұрыс таңдап тұрсың. Андай ше, простой, жуып, таңертең шашын тарап, бастап кететін шаруалардың ше. Но есть разные мамы. Мысалы, қазір байқайтын шығарсың, многодетный мамалар соцсетте жақсы жүргізіп жатыр ғой, мысалы, контенттерін. Ал сіз... И бәрі күшті болып жүргендер ғой. Байқайсың ба ондай контенттерді? Все? Все, на этом останавливаемся. Но это второй шанс. Все, на этом останавливаемся. Все. Таңдауыңыз өте керемет. Сізге негізі карий шаштар ұнайды, бірыңғай карий шаштарға қарадыңыз. Оның алдында да таңдаған кезде, Өйткені анау бытта жүргенде әйел адамға. Да, вот это вот мешает же, көбісі не үшін қырқады шашты, 40-тан кейін. Все. Жарайды болды. Жарайды. Үшінші тур, бұл соңғы картина. Өте қиын тур. Бұл соңғы картина. Енді айттық қой, біз шынайымыз бұл жерде. Сен де шынайсың, біз де шынайымыз. Осы жерде... Сен кино жақсы көресің бе жалпы? Иә. Тақырып сол жөнінде кетіп барады негізі қазір. Кино жақсы көретін болсаң, сен тауып алуға болады. Бірақ енді 21 плюске түсетін бір актер бар ананың ішінде. Түскен, иә. Иә, постоянно түсіп жүреді. Постоянно. Главный рөлдерді ойнайды. Еще постоянно главный рөл. Андай не жоқ, эпизод деген жоқ. Келеді тек пытыр.
боевик па ол қарамайды. Апыр топырын шығарады тек. сол Бірақ сол актерді тауып көрші. қайсысы деп ойлайсыз примерно? Мен де білмеймін. Мен де сізбен анықтауға бола ма бірге анықтасақ? Қызық болып тұр, бірге анықтайықшы. коллегаларым көріп тұрады. Мына кішкене менің адамдарым жоқ па да? Мен жұмыс істеген жылдар көрмедім. Новый завоздар. Новый завозда. Ой алла. Көрдің өнер бір орында тоқтамайды, жалғаса береді. Иә, ал енді 30 мың теңгеңіз қалды. Бір 10 мың теңге какой-то бір актер тапқан үшін кетіп қалайын. Именно осыны тапсам мен білмеймін. Иә, тапсақ 20 мың. иә, сонымен түсінікті ғой. Осы жерде бір ұятсыз киноға түскен актер бар. Соны тауып Вот алды. это как будто фотошоп, и вот это маған ұнап тұр түрі, как будто он вот такой вот. Дәрігер деп ойлап тұрсыз ба? Саған сондай персонаж қалай дәрігер? Негізі персонаждар қарашы күшті. Дәрігерлер ұнамайды, маған миллиардерлер ұнайды. Ол мана болды. Нема, білмеймін. Осы сияқты как будто. Мхм. Мен мынау слишком банально. Так-то бұл Алматыда тойға өлең айтып жүрген жігіттер ғой. Үш негрден ғой, білесіз ғой. Айналасындасын, қасындасындасын. Мынау ма? Корейский ма? Кәтімпе? Білмеймін енді. Бұндай актерлар ұнамайды өзіме. Кәріспен общение ұстап. Ну, в основном мен. Ау. Осы, қалай ойлайсыңдар? Екеуім. Ақылдасайсыңдар мен. Ақ халатты абзал жүр. Ақ халатты абзал жан. Адам денсаулығына пайдалы. Ладно, Мынау актер. мақұл мынау. Актер. Мхм. Сіз ойыңыз. Жозефинаны таңдап тұрған дұрыс деп Че, ойлаймын. маған андайлар көрсеткен. Білмеймін мен ондай кино қарамағаннан кейін мен дейтін. Ей, бірі ма, екі ма? Либо осы екеуі бірі американская жабы болып тұрған. Мыналар да американец болуы мүмкін, бірақ та енді более такой азиатский неден келіп тұр да. Мынау енді более такой, как бы, немец, что ли, или британец, что-то такой вайб дает. Вот это Марокко, либо там ары қарай. Мына жақ не будем рассматривать. Вот екеуі, вот мынау вообще дәрігерге ұқсап тұрған жоқ түрі бар. Ол каканы мен айтайын. Мынау түрі вообще дәрігер деген адам өзі болады сондай өзі аурасы. Мынау емдемейді, мынау жазалайтын адамға ұқсап тұр. Мынау укол салатын адам ұқсап тұр ма? Телефон шалып сұрауға болады. Қазір натуре Бола ма? WhatsApp-тен. Аха. Так, кім бар еді? Бір звонок жасап, бір мына ақшаны сақтап қалуға болады. Серьезно. Күте тұрыңдар. Кім бар еді бұндайдан деп келген? Давай көрейік, бір подружкаңызбен ақылдасып жүруге болады сізге. Так. Екеуіңіз қосылып таңдап жүрсеңіз. Күшті болып кетеді. Сұмырай алмайды ғой осыларға телефон несін керек, а? Кім бар еді тағы да бізде? Айтасың. Асик. Асик бар. Асик. Он любитель. Кажется, такой он. Асик, sorry, for 1 minute, пожалуйста, окей? Быстренько, я сижу ка эфирда, меня снимают, тебя тоже не снимают. Не бар ма? Короче, мына фотолардың ішінде people at choice нау даусында бір актер тауып алу керек. Мына жерден актер тауып аласың, мынау порно. Жан, thank you, bye. Молодец, құтты болсын. Мынау про канал вообще четкий, действительно молодец. Өзің де жақсы келдің ғой, соған тоқталып тұрдың, қайта ақ халатты абзал жан деп ше. Ақ халатты абзал жан шынымен де ұят кинолардың актері. Интуиция сенде де жақсы болды, және саған көмектескен досың утвержденно көрген. Сол киноны жібермей қарайтын бауырыма көп-көп рахмет айтамыз. Соның арқасында 10 000 теңгеге ие болдым. Нормально, әдемі. Бір турда 10 000 теңге, әдемі. Турға 20 000 теңге. Значит, получается 10 тысяч есть, 10 000 теңге бар. 30 мыңға барып кетуіңе болады, либо 10 000 теңгемен шығып кетесің. Желательно 30 мыңға шығып кеткен күшті ғой. Потому что енді қосылып жатыр ғой интуициясы Жозефина. Да? Иә. Енді қосылып жатыр. Окей. Соңғы тур уже бәрін сен көрдің ғой, мен мана өзің айтты ғой, мен ұстап көрсем таниым, былай көрсем таниым деп. Соңғы тур сондай мүмкіндікті ұсынып отырмыз. Қазір саған зат келеді. Осы заттың ішінен белгілі тұлғаның затын тауып алуымыз керекпіз. Пожалуйста. Все, заттар алдыңа келді. Жозефина, осының ішінде Қабдол танисың, Қабдол Тілековті. Ақ көйлек киген, көк көйлек киген, беташарист. Знаешь, бюро бастапыр. Такой красавчик. Знаешь?
осы соның ішінде соның бір заты бар. Тауып аласың ба интуицияң арқылы. Осы заттардың ішінде Қабдолдың бір заты бар. Сен білесің ғой Қабдол қалай киінетінді? Білем ғой, әйгерім естіп қызған қалмасын. Соныки не нужны. Вообще ұқсамай жатыр ма оның заттарына? Ол бас киім болуы мүмкін. Қыздың артынан киім алып келгенде жүк шығарып жатқандай шығарып. Мынау жаңа жездесіне деп. Мынау жаңа несі деп. Қабдолды кепкім көрмеген көп. Клетчатый киетін еді ғой. Мынау андай аргония киетін сияқты. Аргонияның қалған десе. Нишевый аромат. Мына қыз құдалыққа бармас, құдалыққа қарайын деп тұр мына қыз дейтін. Каждый размерный іздеп бандай. Құдаға мынау болмайды деп ше. Мен Қабдолдың ішінен мұндай көрмеген. Стиль, casual. Так, мына көйлекті кім киді? Қолтығына иіс шығады екен десе. Мынадан чуть-чуть қолтығына иіс шығады. Мынаған срочно емделу керек. Қарауым керек. Так. Мейдин Казахстан дейді, ол сондай еді ғой өзі. Андай қазақы брендтерді қолдап жүретін адам ғой. Өзі сондай қазақ киіп алады, домбыра ұстап жүретін қолына дейді. Қолына домбыра ұстап жүреді. Итальян фабрик дейді, ақшасы бар ма, не Глассманнан алатын. Так. Мынау енді білмеймін. Мынау келеді. Это Қабдолдың вайбы. Вот это вот. Я знаю. Балахоны, я такой? Такой, да, цветной, более такой яркий. Я не видела Қабдолды в однотонных вещах. Я же Ол кеше қудырып жүреді постоянно. Неше жылдай? 16 жылдан бері. Бірге жайдарман ойнадық қой. Осыған жерде айтып беріп тұрман. Я не знаю. Мынау, это будет очень банально, потому что... Но бірақ білесің ғой, бет ашады, сондай қазақ постоянно. Бір жағынан қудыртып та жүреді. Иә. Негізі в основном, мысалы мен Қабдолды вообще баядан танимын ғой. Негізі осы! Қабдол бос уақытта бас киіммен жүреді. Болды. Болды ма? Өтіржінен тоқталды ма осы затқа? Осыған қойдым. Все. Қатты қобалжып тұрған жоқпын. Қатты қобалжып тұрған жоқпын. Молодец, құтты болсын. Дәл тидің ғой, прикинь. Неге басына сенген жоқсың, неге аргония дедің? Сен не лекцияларын қарап үшін ғой? Бірде беріп қойдық қой. Түсін алдым да, бізді түсін алдым да. Самый главный бағдарламаны түсіндің ғой. Иә. Самый главный өзіңді түсініп жүрсің ғой. Өзіңді тапқан адамның бірісің. Интуицияң өте жақсы жұмыс жасап тұр. Бұйырса осы жақсы интуицияңмен өзің қалаған мақсатыңа жет, байып кет. Байып кеткің келсе. Байға шыққың келсе, байға шығып кет. Иә. Осы жылдан қалма бірақ. Иә. Миллиондаған просмотрлар болсын, миллиондаған лайктар болсын. Уақыт бөліп келгенге рахмет. Осы түсірілім уақыттың ішінде сен 30 000 теңгеге ие болып шығып барасың. Бағдарламаның соңғы жағына келіп қалдық. Мына жерде енді бүгінгі өзіңіздің жеңімпаз болып ақшаңыз тұр. Бүгін алып кететін. Таңдайсыз? Қапшыққа салып қойдық, қапшыққа ақшаңды. Бүйтіп алып кетесіз, короче. Таза ақшаға деген интуицияң тексересіз. Өзінің жинаған ақшасы. Өзінің жинаған ақшаң қайда жатыр? Сонымен Первый, наверное. Первый қай жақтан санағанда первый? Оң далайық. Оң жақтағы первый. біздің оң жақ. Жоқ, мына жаққа оң жақ. Сіздің оң жағыңыз ба? Мынау ма онда? Получается? Аузын қатты жауып қойыпты что-то. Ақшасы бар кезде тартып қойды. Тартты, еще қойып жатқанда бүйтіп екеуін бүйтіп ұрды да, анын ұрған жоқ. Ақшаны наличка ұстайсың ба, Каспийде ұстайсың ба? Жүректе, мида. Отчет десем всегда. Давай, кеттік. Біріншісі, өзіне бер, құтты болсын. Ал. Иә, алсаң ал. Шам бүйтіп береді ғой сен. Нә? Нә? Десе, алып баратсың ақшамызды дейді. Бізге де интересно қайсында екен. Құтты болсын, өзімізде қалды. Бізді әйтеуір андай кім бұлар демей, әйтеуір әдемі келгеніңізге рахмет дейміз. Ұмытпайық, таныспайық. Саламат, менің есімім. Құттыбай. Саламат. Жұлдыз. Бүгінгі бағдарлама осымен өз мәресіне келіп жетті. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, кімді шақырайық, кімнің интуициясын тексерейік. Міндетті түрде жазып кетіңіздер. Ойын жақсы өтті, ұнады, күшті. Рахмет. Маған подписка жасай қойыңыздар.